Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен түрік халқының тағамы пиденің рецептісімен бөлісемін. Жылы сүтке ашытқы, тұз, қант салып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Ашытқының үстіне жай-жайдан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды көтерілгенше 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Салмасын дайындау үшін тартылған етке майдалап туралған қызанақ, болгар бұрышын, тұз және қара бұрышты салып араластырамыз. Көтерілген қамырды екіге бөлеміз, сопақша етіп жаямыз. Жайылған қамырды пергамент қағазына орналастырамыз. Қамырдың шетінен 2 см орын қалдырып, дайын салманы жұқалап жағып шығамыз. Қамырдың жан жағын ішке қарай бүгіп, пиденің пішініне келтіреміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 220 градус қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Дайын болуына 5 минут қалғанда бетіне қалауымызша ірімшік себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.